Сағыныш үйдегі 4 ұлдан кейінгі жалғыз қыз, әрі араға 10 жыл салып дүниеге келген. Сағынышта анасы мен әкесінен басқа тірек болар ағалары себепсізден өгейсініп, гүлдей нәзік жалғыз қарындасын жақсы көрмеді. Анасы 40-тан асқан шақта Құдайдан күні-түні жалбарынып сұрап алған жалғыз гүлі еді. Ұлдарының алды үйлі боп, тіпті анасына осы қызға жүкті болғанда ұрысқан еді. Ұялмайсың ба? Келініңмен жарыса туып деген 4 ұлда мінездерін көрсеткен. Тәйтары, әкеңнің аузы, шаруаларың болмасын деген әкесінің сөзінен кейін, әкенің атаулы сөзін көтермей, ұлдары бауырдан безініп, бөлек шығамын деп, әйел бала шағасын алып үйден кетті. Балаларының бірлігін аңсаған анасы жалынса да қарар емес. Келіндері де оңбай қалған. 2 күннің бірінде ұрыс шығарып, Құдайы күні шаңырақтың шырқын бұзып отыратын. Бұл отбасы қарапайым, әкесі мектеп қарауылы, үнемі ортасына ақыл айтар анасы сынықшы кісі еді. Ешкіммен қарғыс алмаған ана балаларының барлық арман тілегін орындап, өзі ішпесе де, осы 4 ұлының аузына бәрін тығып өсірген еді. Аш болса да сырт көздің сынына іліктірмей, балаларын жарқыратып киіндіріп қоятын. Ауылға сыйлы отағасы сондай жуас кісі еді. Бар тапқан табысын әйелінің қолына ұстататын. Өзінің замандастары естен айырар сусынын аңсап ізінен қуып жүргенде, бұл балалары үшін кешке мектепті күзетсе, күндіз әркімнің үйінің батпағын сылап, үйін ақтап, нәпақасын табатын. Дүниеге келе, отбасының құтын қашырғандай өзіне жат сезінген қорғаны әлсіз Сағынышты тағдырдың сараңдығы ұстап, әлі пенде төзбес сынағын тосынсый қылып тасада үн-түнсіз күтіп тұрған еді. Сағыныш періштемізге тағдырдың алғашқы сынағының өзі оңай болмады. Сәби кезінен анасының тіршілік нәрін сыйлар уызына жармай қалды. Жалған ғұмыр оны да көп көргендей. Ол дәрменсіз жағдайда анасы ұлдарын уайымдаймын деп омырауы тартылып қалғаны себеп болған еді. Жығылғанға жұдырық дегендей, шаңырақ иесі атанар кенже ұлы мектеп бітіре сала ата-анасының елемей бақытты алыстан іздеді. Оқуды сылтау етіп келмеске айналды. Ұлдарының қолы өз аузына жеткесін ата-анасын естен шығарды. Шектен тыс еркелеткен ұлдары ата-ананың олар болмас сөзін көтере алмай безінгені. Уақытта өз заңдылығымен бөгелей зуылдай берді. Сағынышты анасы жасанды сүтпен өсіріп келеді. Сүйкімді сары қыз жиі ауырып қалатын. Сондай сәтте ананың жаны шығып кете жаздайтын. Тәңірім-ай, жалғыз гүлімді солдыра көрмеші деп жалына егілетін. Бұрынғы шаттыққа толы күндерін аңсап, анасы әкесі екеуі ұлдарының үйіне немересіне тәттілерін ала келген болатын. Кешірім сұрап үйге жүріңдер дегені сол еді. Ұлдары қарсылық танытты. Ана мен баласының ынтымағына себепкер болуы тиіс келіні де енесінен зәбір көрген адамдай себепсізден шай құйған кесені төгіп шашып толтыра шайын берді. Ашуына ерік берген ана, соншама не болды? Менен қорлық көрген жандар құсап, осы уақытқа дейін беттерінен қақпай өсірдім. Алғыстарың осы ма? Дегенде айқайлаған ұлы, бізді өсіргеніне міндетсініп тұрсың ба? Өсірсең, өзің үшін өсірдің деп сыртқа шығып кетті. Таңданыстан аузына сөз түспей бақытқа толы балған дәуір қайта айналмас сағымға айналған енді сезінген ана үнсіз жылап, әттеген-ай, қай жерден қателік жібердім екен, өз-өзін іштей жеп барады. Беймәлім тағдырдың сұрапыл соққысы әлі де оқталу тұрғанын сезініп тұрған шығарсыз. Қайғыдан қан жұтқан анадан сүт емген жан, қайда барып бақытты жан атанарын кім білген. Кінәсіз ата-анаға күнәһар балаларының жасаған қиынсыз әрекеті кім-кімді де тұнжыратып жіберетіні анық. Шырылдаған сәбиін тербетіп, үнсіз егіліп отқан ана енді көңіліне кірбің салмауға тырысып, Сағыныштың сағын сындырмай балалық шағын бақытты етуге ұмтылды. Жалғыз гүлінің
алғаш рет былдырлап сөйлегені, тәй-тәй басқаны ана үшін ерекше бақытқа толы күндер еді. Күн артынан күн туып, ат айналып қазығын табар демекші, кенже ұлы қаланың бір шүйке басты ішін желмейтіп ертіп келгенде, әкесі мен анасы не қуанарын, не қуанбасын білмеді. Айы күні жеткенде келінді қабылдамасқа шара болмады. Кішігірім ел алдында сын болмас үшін тойда жасады. Келін деген аты болмаса, сол үйдің қызы сияқты таңғы шайды енесі дайындап қоятын. Келін түске тамаққа зорға тұратын. Онда да қарны ашқасын. Енесі іштей жас қой әрі жүкті, кейін бәрі өзі істейтін болар деген үміттің жетегіне еріп баласының бақытына түсіністікпен қарады. Іштен шыққан сұр жыланның кейіпіне енген келіні сыйластықта ауырсынып, өзін сыйлаған енені іштей жақтырмайтын абысындармен жарыса, енесін жамандауға құштар еді. Келіні баласын дүниеге әкеле сала, ортасына өнер көрсете бастады. Сағыныштың үйдегі еркелігіне әбден жыны ұстайтын. Баланы ұйықтатпады деп, кейде оңашада шымшып алатын, тіпті қол жұмсайтын әдет шығарған. Жасы 2-ге жетпеген бүлдіршін қыз шағымдана алмайтын. Анасы тойға кеткенде келініне сеніп сағынышын қалдырып, бейкүнә қыз өзін қасқырдың апанында еріксіз қалмағандай сезінетін. Ойындағы арам ойын жүзеге асыруды әдеттенген келін балалық дәуреннің астан кестенін шығарып, тамағынан айырып, ашуы кесе ұрып алатын. Бірде шымшыған жері көгеріп қалғанда ойнап жүріп қолын ұрып алды деп сұм ісін жасырып бақты. Осылайша арманы асқақ періштенің пәк жүзінен күлкі жиі тайқып, әуреге сарсаңға түсіруден шаршамады. Уақыт заңдылығымен ерке қыз 5-ші сыныпқа да аяқ басты. Анасының еркесі сағынышқа жеңгесі іштей тісін қайрап жүрді. Әке-шешесінің бар мейірімін бойына қуат қылған сағыныш еркекпен өз дегенін істететін. Кейде балалықпен ағалардың балаларына үлкендік жасап ренжітіп алатын. Бірде жеңгесі балалардың арасына түсіп, сағынышты ұрып жібергенде анасының жүрегі жарылып кете жаздады. «Әй, қолы сыңғыр келін, сен кімді ұрдың?» Бала болғасын төбелеседі, артынан татуласып ойнап кетеді дегеніне ұлы да әйелінің көңілі еріп, жаман әдетіне қайта ұрынып, бала шағасын жинап кете барды. Сағыныш бауырларын қатты сағынды. Сағыныш бір күні анасына: «Кінәлі болдым ба? Енді оларды ұрмаймын, олар реге келсінші» деп жылаған. Іштей анасы қызының қанша ерке болса да бауырмалдығы үшін қуанатын. Осы қасиеті арқылы сағыныш ата-анасының барлық жақсы тәрбиесін ойына сіңіргені мақтаныш еді. Бақытта алыстан іздеген ағасының қанша жерден тер төгіп жұмыс жасаса да табысы тамағынан артылмай, пәтерден пәтерге көшіп, құр әбігерлікпен кешкен өмірі көз алдына ата-анасының қолында тұрған шүкіршілік дәурені еріксіз еске түсірді. «Сенің кесіріңнен осындай күйге түстік» деп бәлекор әйелінің жайсыз мінезін енді түсініп, арасында әйелінде сабалап алатын. Әрине, ата-анасын ренжітіп кеткені үшін өкінген жоқ. Бұл бір қу дүниенің қолындағы тылсым қарудың кескіні болмақ. Бұл қоғамда адамгершілік қасиетінің жойылғанын уақытынан зерттеу жүргізсек, шежіреден жаңылысатынымыз анық. Бәлкім қанымызға сіңіп, жойқын індетке айналғанда болар, кім білсін. Сағыныштың періште көңілі себепкер болып, анасы хабарласқанда ұлы қуанып кетті. «Балам, үйге қайт, өткен нәрсе өтті, шаңырақтың шырағы өзің» деп қуантқан анасының сөзін ести сала қайта шұбырып, көшпенділер үйге келді. Ерке қызды көрген жеңгесі қас дұшпанын көргендей атарға оғы болмады. Күйеуінің «Ол үй болашақта бізге қалады» деген сөзіне қайта келген еді. Жұмақтың кілті ананың табанның астында деген өнегелі сөздің астарын бұл әпенді қайдан ұқсын. Сағыныш бауырларының үйге келгеніне қатты қуанды. Қайта-қайта құшақтап, енді сендерді ұрмаймын деп қояды. Сағыныштың анасы 50-ден асқан болатын. Соңғы кезде
қан қысыммен жиі ауыратын болған. Уайым қайғыны серік қылып, жүйкесін түртпектеген көкейде оратылған ойларға дес бермеуге тырысатын. Қазіргі таңда дәрінің күшімен ғана жүрген еді. Аяқ асты тұла бойы тұңғышының көлге көлігімен түсіп, қан қысымы шамадан тыс көтеріліп, ұлының соңынан кете барды. Ес біліп қалған жалғыз гүлі панасының бір сәтте айырылды. Келіннің Құдай берді-ау, енді бұл шаңырақ өз қолыма деп надандықпен қуанғанын жасырын емес еді. Енесінің қырқы өтпей жатып, сағынышты үйдің барлық тірлігіне жегіп қойды. Келіннің бұл қылығын ұнатпаған атасы алғаш рет келінге дауыс көтергенде, оқ жылан келіні яттан безініп өзіне атылып шыға келді. Осы кезеңде бұл сұмдықтан бейхабар ұлы ақша табу үшін басқа қалаға жұмысқа кеткен болатын. Десе де арына ашылған бүркітте қанатын кеңге жайып, алшаңдай басқанға арамза қатынның әлегін енді тұйықтау мүмкін емес еді. Жанашырын сағынған сағынышпен бұл дүниеге шағымы көп әкесінің әрбір күні қайғымен жындасып өтіп жатты. Әкесі де Алланың берген өлшеулі ғұмырына қанағат тұтып, араға бір жыл салмай жүрек талмасынан бұл өмірдегі жалғыз гүлін қимай өмірден өтті. Бейкүнә сары қыздың қайғысы екі еселеніп, тұйық болып тез есейді. Іште қатты қайғырғанына қарамастан, қатал тағдыр жас қызда азғындықтың жетегіне айналмас үшін шарасыздыққа қарсы күресуге ықпал жасады. Әрине бейкүнә жанның бұл өмірден бақытты аңсауына қақысы бар еді. Жеңгесі жүрегі жаралы сағыныштың қайғысымен ортақтасып, көңіліне медеу болудың орнына шайтан пиғылымен одан сайын қинайтын. Сен бір сормаңдайсың, көзімдегі бақытсыздық хабаршысы болар жастарың мөлтілдетпей, осы күніне шүкіршілік етіп, үйдің шаруасын өз қолыңа ал, қашанғы масыл болмақшысың деп сағынышты бетбақ жеңгесімаға жан алқымынан алып, бұл дүниені де тозаққа айналдырып үлгерді. Әбден күтім көрмеген шарасыз қыздың әдемі жібектей шаштары бет басып кетті. Өзіне қарауға күні бойына жеңгесі айтқан тапсырмасын орындаймын деп ақ, түнде қалай ұйықтаған білмей қалатын. Жеңгесі сол бір сусабында қызғанып, қара суға жуынатын. Жеңгесі сағыныштың әп-әдемі қазақ қызының арманы қолаңшасын қысқа қылып қиды да тастады. Жүнінен айырылған тауық сияқты түрі үрпиіп қалды. Айнаға қарап жылағысы келген, бірақ жеңгесінің ескертуі еріксіз еске түсіп, таяқ жеуден қорықты. Бұл тозақтан тез құтылу үшін мектепке баруға асығатын, дегенмен күтімсіз жүрген періштенің аштықтан қатты қиналып, алғашқы сабақтың өзінде әзер отыратын. Алайда асқақ арманына жеткізер жалғыз алтын көпір ол әрине осы оқып жатқан мектебі екенін анық білді. Қоңырауда асханаға қарай жүгіріп, шала шарпы ауқаттанып, көңілін сәл де болса тыныштандыратын. Мектепте сауатты ұстаздардың бірі байқұс қыздың қиналып жүргенін сезіп, басшылықпен келсе отырып, асханадан тегін тамақ ішетін. Дүниеге келе сала қайғының сойқан соққыларына жолыққан қайсар қыз, қамығу дегенді білмейтін нағыз өжет жанның біріне айналғандай. Жас болса да шіркін-ай, тездетіп өссем екен, бұл тозақтан құтылып, жаңа өмірге аяқ басамын, мен әлі бақытты боламын деп өзін іштей жігерлендіретін. Бірінші бөлімнің соңы.